Klasta tatu tәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылынбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте.
Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, ауылдастар. Бүгінгі мына кереметтей фото алаңының ашылуына қош келдіңіздер. Бұл фото алаңның қысқаша тарихын түсіндіре кетейін, рұқсат болса. 2003 жылғы түлектер көп ойландық. Ауылымызға не жақсылық жасасақ екен, қай кем жерін бітесек екен деген ойлар туды. Бұл шамамен 1 жыл бұрын болған. Ананы да істейік, мынаны да істейік, бәрін істегіміз келді. Ойлана келе, осындай фото алаң салуға шештік. Бұл фото алаңның мақсаты ауылдағы жас жұбайлар мешіттен некесін қидырып, шыққан соң түсу үшін арналған. Және де ауылымыздың жастары кез келген адам келіп, фотоға түсіп, естелікке. Оның үстіне ауданымыз, ауылымыз дамып жатыр, туристік аймаққа айланып жатыр. Ауылымыздың визитный карточкасы десе де болады. Бұл фотозонаның негізгі мысалы, қарап тұрсаңыздар, 4 құбыламыз түгел болсын деп, 4 бағана қойдық. Жүрегіміз ашық болсын деп, жүрек қойдық. Және көк туымыз желбіресін деп, көк ту қойдық. Осы көк туымыз желбірей берсін. Осыдан 20 жыл бұрын өздеріңіздің баталарыңызды алып, Шұқания мектебімізден өз баталарыңызды алып, талдырмас бойжеткен мен талпынған бозбала боп Алматыға аттанған едік. Енді міне туған ауылымызға қанатымен су сепкен қарлығаштай оралып отырмыз. Біздің аз ғана сыйлықты қабыл алыңыздар. Осындай бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, осы жерден ойып тұрып орын берген Ермегай Амангелді ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, Аяулыда құрметті ауылым. Осы жерде өстік, өндік, қанат қақтық. 20 жыл бұрын мектеп бітіріп, арман қуып, үлкен қалаға кеттік. Әке-шешеміз бен ұстаздарымыздың, ауылымыздың берген тәртібі мен тәрбиесінің арқасында үлкен қалада, үлкен мегаполисте біз жоғалып кетпей, өз орнымызды таптық, үлкен азамат болдық деп те айтуға болады. Әрқайсымыз үлкен бір маман иесі болдық, от ағасы мен от анасы болдық. Осының бәрі әке-шешеміз бен ауылымыздың, ұстаздарымыздың берген үлкен тәрбиесінің арқасында деп білеміз. Бүгінде жасалынып жатқан титтейде бір жақсылығымыз ауылымыздың көркеюіне, дамуына, келешекте өсіп келе жатқан ұрпаққа бір жақсы үлгі болсын деген ниет. Артымызда желбіреп тұрған, көгімізде желбіреп тұрған көк туымыздай еркін, тәуелсіз халықтың, елдің, қазақтың ұрпағы болып өсіп өне берейік. Қазағым жасай берсін, ауылым жасай берсін. Рахмет. Ашылу салтанатына ардагер ұстаздар Сырлан ағамыз бен Қанағат ағамыз шақырамыз. Дархан бауырымыздың құрдасын, Дархан бауырымыздың құрдасын, мамасын шақырамыз. Гүлжан тәте.
Ашылу салтанатына әріп атамыздан бата сұраймыз. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel Allah oğuldasın, kızırova boldaсын, balaşalarınız aman bop, bakıp zaman oradasın. Hastanızga adaldık, bastanızga mandık versin. Allah osu salıngan kuruluşta, osu jasagan orunga, Allah her vakıtta köpçülük köp jinalatın bolsun. Allah sizlerge bak versin, jetatalarınızga jetkendey. Ekinci şeşen jak versin, sözleriniz jaklarga tez ötkendey. Üçüncü versin, malmen bas, on jakka ota tükkendey. Dördüncü versin, uzakca şu jastalar ötkendey. Beşinci versin, sabırlık, sabırdın bu çökkendey. Altıncı versin, tokşuluk, tüngerge tukum sepkendey. Yedinci versin, sizlerge ıntımak, bereke, berlek. Osu kasiyetli ordunun, hürmetli ordunun kızığın görgendey. Osu yerge Hızırata gelip ketkendey. Berlerinizge osu bir ot bereke orun bolsun. Ballarınızı, urpaklarınızı ösmeni öşürdü. Estelikti köp kaldıra versin. El aman, halkımız aman, yurtumuz tırış bolsun. Allah'a amin. Құттықтау сөз ауданымыздың мәслихат депутаты Нұргүл апайға берді. Құрметті Жалаңаш ауылының тұрғындары, бүгінгі 2003 жылғы Жалаңаш ауылының түлектері, жас бүлдіршіндер, бүгінгі балалар күнін қорғау күніне тұспа-тұс келіп, ауылымызға игілікті істер жасап, ауылың туған жеріне туыңды тікті желеу етіп, ауылдарыңызға керемет сый-сияпат жасап жатырсыздар. Бұл өзіміздің ауылымыздан шыққан түлектердің үлкен мәртебелі биіктерге көтерілгендігінің, ой санасының керемет жетілгендігінің, ауылына деген патриоттық сезімінің бар екендігінің айғағы. Еңбектеріңіз жемісті болсын, ауылымыз көркейіп, өсе берсін. Сіздер ауылдарыңызбен, біз түлектерімізбен мақтанайық. Мәртебелеріңіз асқақ болсын. Ауылымыздың жастары тек қана ауылымызға игілікті істерімен көріне берсін. Біз жастарға сенеміз. Келесі сөз Бақытгүл апайымыз тыңдасақ. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті мына бүгінгі кереметтей ауылдың ортасына, орталыққа, көркіне көрік қосып, бір берекелі де бір керемет дүние жасап атқан 2003-тің түлектері. Сіздерге қайтпас қайсарлық, таусылмас бақыт, отбасыларыңызға амандық, өсіп-өнуді Алла нәсіп етіп, керемет биіктен көрінулеріңізге тілектеспін. Мына бір орталығымызда бір кереметтей дүние мінекей бүгін жарқ етіп ашылып, елдің игілігі үшін бұдан кейінгі жұптасатын жұптардың бір кереметтей отырып, естелік болып қалатын дүниелерін жасап жатқандарыңызға шын жүректен алғысымды айтамын. Өсіп өндіңдер, керемет азамат болдыңдар. Ауылым алтын бесігім деген жүректеріңнен айналдым сендердің. Ауылдарыңа тұғырларыңды тіккен көңілдеріңнен айналдым сендердің. Осындай ұрпақ көп болсын. Үлгі болыңдар арттарыңдағы қарындастарыңа. Әрқашанда бізде сендермен мақтанатындай болайық. Елім, жұрттарыңды сендер қалай ұмытпай, ауылдарыңды қалай ұмытпасаңдар, бізде сендерді ұмытпаймыз. Сендерге тек қана жақсылық, сәттілік, амандық, саулық, барлықтарыңызға бақыт, осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Бүгінгі бірінші үйін балаларды қорғау күні құтты болсын. Бала біздің болашағымыз, балалардың күлкісінен, олардың жақсылығынан асқан дүние жоқ. Сондықтан біз әрқайсымыз баламыздың қуанышымен, солардың шаттанған күлкісімен, солардың қуанышымен қуана берейік. Барлықтарыңызға тек қана жақсылық, рахмет. Алла риза болсын балалар барлықтарына. Өзім басым дейім сендер. Рахмет. Келесі құттықтау сөз ардагер ұстаз Жәміш апайымызға берілді. Құрметті халқым, бүгінгі күні
үлкен мерекелік салтанатты шара өткізіп жатқан. Осыдан 20 жыл бұрын ауылымыздан аттанып кетіп, қайта оралып, туған жердегі туын биіктен көрсетіп жатқан балаларымызға сәттілік тілеймін. Аман болсын, ата-аналары, ұрпақтары, отбасы, айналасындағы өзіміздің ауыл тұрғындары, еліміз, жұртымыздың бәрі аман болсын. Осы мерекелік шараны ұйымдастырған 2003-те бітірген 2 мектептің түлектеріне мың алғыс. Алланың нұры жаусын оларға. Көп рахмет. Келесі сөз аял ұстазымыз Гүлдан апай шақырамыз. Сәлеметсіздер ме? Құрметті ауылымыздың тұрғындары, жақсылыққа ортақтасып жатқан қауым, жаңа қаншама керемет тілектер айтып кетті. Тіпті түлектеріміз ашылу мағынасын, мазмұнын айтты. Расында да ауылымызға көрікті бір нысан қосылып жатыр. Осы бітірген түлектерімізге мың алғыс айтамыз. Оның үстіне бүгінгі керемет мерекеде ашылу салтанатын ашып жатыр екенсіздер. Түлектер, сіздерге үлкен рахмет. Осындай түлектерді дүниеге алып келген ата-аналарымызға мың алғыс. Лайым патриоттарымыз көбейе берсін. Осы жерде ауылымыздың қаншама жастары некесін қиып, жақсы отбасы болып, тарихи жағдай сәттер көп болсын. Құтты болсын, жолдарыңыз ақ болсын. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сөз Гүлжан апамызға беріледі. Дәурен, ұлан. Құрметті ел жұртым, құрметті балапандарым, бүгін бізді бір өте көтеріп тастап қуанышқа бөліп жатсыңдар. Мына қуаныштарың құтты болсын. Мен жастарың ұзын болсын. Мына істеген дүниелерің өздеріңе жұмысты болсын. Бала шағаның арасында өсті болсын, ішінде ойнап жүріңдер, келіндер мен балалармен. Мен не айтамыз? Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Барлықтарыңа балапандарым лайым жақсылық болсын жаңа. Не дейміз? Аман болыңдар, аман есен жүріңдер. Аман жүргендеріне біз ризамыз. Аман есен болыңдар шырақтарым. Келесі сөз кезегі өзіміздің ата-анамыз Ерсін аға берді. Ерсін аға келіңіз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме ауыл тұрғындары, ата-ана, бала шағалар. Мына біздің 2003 жылы мектепті бітірген түлектерімізге көп рахмет. Мына біздің ауылымызға мынандай жаңалық тілерден көп жерде жоқ дейді, естіп жатырмыз мынандай жүрек жасаған. Біз Алматы облысында десек те болады бізде негізінде. Енді балаларымыздың еңбегін көріп жатырмыз. Күнде ауа райына қарамай жақсылап жұмыс істеді. Балаларымызға рахмет. Әрқашан осындай жастықта қуанышта бастарыңыз бірге берсін, артта келесін, әлі қалыптастарына үлгі болып, аман есен болыңыздар. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Мен мына жерде зейнеткер ата-ана ретінде сөйлейін деп отырмын. Ана ойын алаңымызды қараңдаршы. Қу даладай болды. Ауылым алтын бесігім босағамызды күтіп ұстаңдаршы. Ата-аналар балаларыңа ие болыңдар. Біздің жастардың істеп атқанын басқа ешкім жасап атқан жоқ. Балаларымыз бақытты болсын. Осыны көрген балалар неге жасалған дүниені білдіреміз. Осының бір титтай тасына зияндарыңызды тигізбеңіздерші деймін мен. Ана ойын алаңынан өтіп бара жатқан кезде жүрегім ауырады. Қайтып жүрегің сыздамайды. Мынаған қанша қаражат кетті. Олар еріккеннен жасап тұрған жоқ. Сендер бақытты ғұмыр кешті екен дейді балалар. Осыны бұзбаңдаршы, мен сендерден ата-ана ретінде, адам ретінде, адами мәдениетті өмір сүрсін деп, осыны балалар сендерге табыстағым деп отыр.
Өте дұрыс айтады. Қуаныш құрдасымыздың мамасы бір ауыз тілегін айтады. Қымбатты менің ауылдастарым, үлкен кіші болып тұрған бүткіл қауымым, бүткіл Жалаңаш ауылының тұрғындары, осы біздің мына екіміз үштегі балаларым, мінекей тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, міне ауылымызды көркейтіп атсыңдар. Мыңда бір рахметімізді айтамыз аналардың артынан. Және де менің қазіргі кішкентай болса да ренжіп тұрғаным, мына әкімдегі отырған менің бауырым еді. Осы балалардың теттай істеген ісіне келмегеніне өте қатты өкпелеп тұрмын. Не үшін осы ауылда отыр ол адам? Неге мұнда келмейді сонда? Бұл баладан өсті ғой, бала шағадан өсті ғой, теттай жерден өсіп тұрған адам ғой. Ол менің өзімнің ауылымның баласы еді. Осы ауылда отырғанда қуанып едім. Осы бала шағалардың туын көкке көтеруіне халі жетпей отыр ма? Жоғалына мәшине жіберу керек па ол кісінің? Неге мұнда келмейді? Не үшін келмейді? Ешкім ештеңе сұраған жоқ. Менің ендігі мына балаларымның өсіп өнгені үшін осы туарын көтере берсін. Артындағы ұрпақтар осы балаларға себепкер болып осындай алдыға жүре берсін. Ұстаздарына рахмет, мектептің ұжымдарына рахмет, екі мектептің ұжымына үлкен рахмет. Тардай болып кірді, таудай болып шығарды. Балаларым қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Қайда болса да ақ жол тілеймін ата-аналардың атынан сұраймын. Рахмет, рахмет. Көп рахмет. Айтқаныңыз өте орынды. Енді рұқсат болса ортаны ашып, 2003-тің түлектерін салтанатты түрде ортаға шақырамын. Балалар қыш қойып.